Бақыт деген не? Бақыт деген жанымызда арқа сүйер ата-анамыздың болуы, олардың бізге деген қолдаулары. Бұл тым ерекше бақыт және ерекше сезім. Бақыт ол біздің өмір сүруіміз, осы өмірге келуіміз және осы өмірде арман қойған мақсаттарымызға жетудің бірі ол бақыт. Және де бақыт деген мейірімділік. Бақыт деген өмір сүріп жүргеніміз. Ауа жұтып, күннің нұрын көргеніміз. Міне, бақыт деген анамыздың саулығы, отбасымыздың сыйластығы, және жақындарымызды жақсы көріп, олардан жылулық алуымыз. Бақыт деген еркін болып, тәуелсіздік мемлекетте өмір сүруіміз. Осы мемлекетті дамыту біздің қолымызда. Біз бақытты жастармыз. Бақыт деген сенің саулығы, күліп ойнап жүру, сен қасыңда сені жақсы көретін, қолдап тұратын отбасы болуы, отбасының әр бөлшегі сау болуы, сабағын оқып мақсатына жету, өз туған жерін сүю. Бақыт деген мейірімділік, сен қасыңда сырласатын адал дос болуы, өзіңнің жақсы көретін ісіңмен айналасу. Міне, бақыт деген осы. Бақыт деген отбасымен қыдыру, дені сау болып білім алу. Мен үшін бақыт жақсы жаңалық есту, мысалы демалыс жерге бару, сабақты 5-ке бітіру, жарыстан бірінші орын алу, адамдарға жақсылық жасау, адамдарға көмек беру деп ойлаймын. Отбасын аман болуы, балалардың сыңғырлаған күлкісі, балалардың ауырмауы.